أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshaallah Алла тағаланың қалауымен Имам Науауидің Әл-Азкар кітабы бойынша өтіп жатқан дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде Бабул Әзкари ба'да салах 17-ші баб, намаздан кейінгі айтылатын зікірлер бабына кірген болатынбыз. Және соңғы оқыған хадисіміз бұл Саубан радиаллаху анхудан келген хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазды тамамдаған кезде истағфара салафан, 3 рет астағфируллах деп айтатын еді. Және сосын Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта вал жалали вал икрам деп айтатын еді дейді. Және осы хадисті риуаят еткен имам Аузаидан сұралған истиғфар қалай болады деген кезде ол кісі астағфируллах деп айтқан. Яғни жалпы осы біз намаздан кейін айтатын дұғаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтатын болған. Әрі қарай имам Науауи рахмаулла айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан намаздан кейін қандай зікірлер келген дегенге қатысты жалғастырып былай дейді: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال. Имам Бухари және Муслимдер Муғира ибн Шуъба деген сахабадан жеткізген. Ол кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазды бітірсе, яғни намазды тамамдаса, ол кезде мынаны айтатын еді дейді: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Мағынасы, яғни Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ, ол жалғыз, серігі жоқ, бүкіл мүлк барлығы соныкі, валахул хамд, және мақтауға сол Алла тағала лайық, ваху аля кулли шайин қадир, ол барлық нәрсеге құдіретті. Аллахумма, ары қарай жалғастырып, Аллахумма ла мани'a лима а'тайта ва ла му'атия лима манa'та. Алла тағала, сенің бергеніңді тосушы жоқ, және сен тосқан нәрсені беруші жоқ дейді. Яғни Алла тағала, егер сен қаласаң бересің, қаласаң бермейсің, сен бермеген нәрсені ешкім бере алмайды, сен берген нәрсені ешкім тоса алмайды. Яғни оған ешкім кедергі бола алмайды. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. Соңғы сөзі айтатын, және ешкімге егер сен қаламасаң әрекеті пайда бермейді деген сөздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы сөздерді айтатын болған. Мүмкіндігі болса, арабша жаттап алып, арабша айтсақ, арабшасын пайғамбарымыздан келгенде айтатын болсақ жақсы. Егер ондай мүмкіндік болмай жатса, онда ең болмағанда қазақшасын айтсақ болады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаздан кейін тағы да келесі дұғаларды айтатын болған. وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. Бұл хадисті имам Муслим рахмахуллах Абдулла ибн Зубайрдан жеткізген. Абдулла ибн Зубайр бұл Асма бинт Аби Бакр радиаллаху анхудың баласы, яғни Абу Бакр радиаллаху анхудың немересі, жиен немересі, Асманың ұлы, Зубайрдың, Асманың және Зубайрдың ұлы. Бағанағы Меккені біраз жыл басқарған, кейін сол Хаджаж келіп Меккені талқандап Абдулла ибн Зубайрды өлтіріп, сонымен ол кісінің халифаты, жалпы басқаруы сонымен бітті. Осы Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анху айтады: أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәлем беріп болғаннан кейін, әр намаздан кейін айтатын еді деді: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Бағана біз айтқан дұғалар. Және тағы да қосымша لا حول ولا قوة إلا بالله
яғни алла тағаладан басқа ешқандай күш қуат жоқ. Ла илаха иллаллах, алладан басқа ешқандай құдай жоқ. Ва ла наъбуду илля ия, және оған ғана құлшылық жасаймыз, алладан басқа еш нәрсеге құлшылық жасамаймыз. Лаху ниъмату вал фадлу ва лаху санаул хасан, және бүкіл жақсылық, нығмет алладан, және бүкіл мақтауға алла тағала лайық. Бүкіл мақтауға алла тағала лайық. Осы сөздің астында имам Ибн Аллам осы Әл-Азкар деген кітапқа, және имам Науауидің бағана Риядус-Салихин біз жұма күні өтіп жатқан кітабына түсініктеме жазған имам Ибн Аллам деген Шафиғи мазхабының ғалымы бар. Сол кісінің осы біз қазір өтіп жатқан Әл-Азкар кітабына да жасаған шархы бар, яғни түсініктемесі. Сол жерде ол кісі осы сөзге қатысты айтады: «Уалаху санаул хасан», яғни алла тағала бүкіл мақтауларға лайық дегенге қатысты. «Фахуа ястахиққуху аля ибадихи битариқи зат, ла биуаситати ниъматин ва ла гайриха». Алла тағала бағанағы адамдардың құдайы болғандығы үшін, адамдардың жаратушысы болғандығы үшін оған лайық деді. Бір нығметті, жақсылықты беріп, сол арқылы лайық болған жоқ деді. Бұл сөзді қалай түсінеміз? Кейбіреулер мысалы, неге алла тағала үйтпейді, неге алла тағала бүйтпейді, неге алла тағала бағанағы біреуді ауыртады, неге алла тағала анаған бермейді, мынау бүйтті, қанша әрекет жасады, қарызға кіріп кетті деген сияқты осындай сөздерді айтып жатады. Соған қатысты имам Ибн Аллам рахимахулла айтып жатыр: алла тағала жалпы пендесіне бір нәрсе беруге міндетті емес. Және алла тағала құлшылыққа, мақтауға бір нәрсе бергеннен кейін лайық емес, одан алдында лайық. Алла тағала егер мысалы бір құлын өмір бойы қиыншылықпен сынаса, ол соңында келіп, алла тағала, мен өмірімде бір жақсылық көрмедім, мен саған құлшылық жасамаймын, сен маған ешқандай бір нығметіңді бермедің деп айта ала ма? Жоқ, айта алмайды. Неге? Өйткені алла тағала біздің Раббымыз болған үшін, біз оған құлшылық етуге лайық, біз құлшылық етуге міндеттіміз. Алла құлшылығымызға лайық, мақтауға лайық, бір нәрсе бергендіктен, бізге бір нәрсе өткізгендіктен емес. Алла тағаланың нығметтері көп қой, жетеді бізге беріп жатқан. Алланың нығметтерін санасаңдар, санына жете алмайсыңдар деді. Бірақ алла тағала нығмет бермеген күннің өзінде де, мысалы, жәннатты жаратқан жоқ, тозақты жаратқан жоқ, сөйтті де бізді жаратты да маған құлшылық жасаңдар деді. Біз алла тағала, біз құлшылық жасасақ, бізді жәннатқа кіргізбейсің, жәннат жоқ екен, тозақ жоқ екен, не үшін құлшылық жасаймыз деп айта аламыз ба? Жоқ, олай емес. Алла тағала айтты ма, бұйырды ма, болды. Біз алла тағалаға құл болғандығымыз үшін, алла тағала біздің Раббымыз болғандығы үшін құлшылық жасауға, алланы мақтауға, мадақтауға міндеттіміз. Мына жерде имам Ибн Аллам рахимахулла сол нәрсені айтып жатыр. Демек, тек қана берсе мақтаймыз, берсе құлшылық жасаймыз. Біз құлшылық жасасақ, оған міндетті түрде есесіне бір нәрсе болу керек деген сияқты көзқарас қате. Негізі имамдарымыз пенденің құлшылығын бөлген кезде адамдардың, осы көп адамдардың құлшылығын саудагерлердің құлшылығы дейді. Яғни мен беремін, аламын деген сияқты, бағанағы ақша бердім, зат алдым деген сияқты. Алла тағала, мен саған құлшылық жасаймын, сен маған жәннат бересің. Алла тағала, мен ананы істеймін, сен маған мынаны бересің деген сияқты. Бұл саудагерлердің құлшылығы дейді. Бұл саудагерлердің құлшылығы. Адам негізі құлшылықты не үшін жасау керек? Алла тағала, сен құлшылыққа лайықсың, сен бүкіл мақтауға лайықсың, сен біздің Раббымызсың, сен ұлықсың, болды. Маған жәннат беретін болғандықтан, бір жақсылықтарды беретін болғандықтан емес, менің Раббым болғандықтан да мен алла тағалаға құлшылық жасаймын. Яғни бізде әлгі
әрдайым менің бұл жердегі интересім не деген әңгіме болмау керек те. Менің интересім не, менің пайдам не бұл жерде деген сияқты. Алла тағала егер жәннат тозақты жаратпай бізді құлшылық жасауға міндеттесе, біз құлшылық жасауға міндетті болар едік. Бірақ бұл Алланың бізге берген несі? Жақсылығы, Алланың бізге берген кеңдігі. Мен лайықты болғандықтан, сіз лайықты болғандықтан Алла тағала бізге жәннатты жаратып жатыр ма? Жоқ, олай емес. Олай емес. Ешқайсымыздың амалдарымыз да бізді жәннатқа кіргізбейді, жәннатқа лайық етпейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сендердің ешқайсысыңды амалы жәннатқа кіргізбейді деді. Сонда сен де, я Расулалла, солайсың ба? Сені де амалың жәннатқа кіргізбей ме деген кезде, жоқ деді. Мені де амалым жәннатқа кіргізбейді деді. Жәннатқа кіргізетін ол тек қана Алла тағаланың мейірімі деді. Алла тағала мейіріміне бөлейді, жәннатқа кіргізеді. Біз жәннатқа лайық болғандықтан емес. Біздің егер амалдарымыздан, құлшылықтарымыздан кемшілік іздейтін болсақ, кемшілікке толып жатыр. Бірақ сонда да Алла тағала өзінің мейірімімен кешіріп, бізге өзінің жәннатын уәде етті. Сол үшін де жерде «Уәләху санаул хасан», Алла тағала сен бүкіл мақтауларға лайықсың деген кезде, сен Раббымыз болғандықтан лайықсың. Сен бізді жаратқандықтан, біз сенің құлың болғандықтан лайықсың. Бізге бергендіктен емес. Яғни Алла тағала құлшылыққа бір нәрсе беру арқылы лайықты болған жоқ. Біздің Раббымыз болғандықтан да Алла тағала құлшылыққа лайықты. Ла илаха иллаллаху мухлисина лаху дина валау карихал кафирун. Алладан басқа ешқандай құдай жоқ. Бүкіл құлшылық Аллаға арналады. Валау карихал кафирун, яғни бағанағы сенбейтіндер, кәпірлер жек көрсе де деген. Қала ибн Зубайр, Абдулла ибн Зубайр айтады, осы хадисті жеткізіп жатқан сахаба, «Вакана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам юхаллилу бихинна дубура кулли салах». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әр намаздың соңында осыны айтатын еді дейді. Және сондай-ақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген тағы бір хадис, намаздан кейін айтатын зікірлерге, дұғаларға қатысты. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Бұл хадисті имам Бухари және Муслим Абу Хурайра радиаллаху анхуден риуаят етеді. Абу Хурайра Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан ең көп хадис риуаят еткен сахаба. Соңғы Пайғамбарымыздың екі жолында Пайғамбарымыздың жанынан қалмай, Пайғамбарымыздың көлеңкесіне айналып жүрген және әрбір сөзін жаттап, былайша айтқанда кейінгі ұрпаққа жеткізді. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا. Кедей болған мұхажирлер деген кімдер? Мұхажирлер деген Меккеден Мадинаға хижрат жасаған меккелік сахабалар. Енді жалпылама Меккеден Мадинаға хижрат жасаған сахабаларға мұхажир деп айтылады, бірақ басқа жақтан да қосылғандар болуы мүмкін арасында. Жалпы мұхажир деген яғни Мадинаға хижрат жасап келген дегенді білдіреді. Кедей мұхажирлер, енді жалпы мұхажирлердің көбісінің жағдайы онша болмады. Неге? Өйткені олар бүкіл дүниесін тастап, еш нәрсесіз Мадинаға келді. Құранда Алла тағала лил фуқара ил мұхажирин, кедей мұхажирлер деп айтады Құранда. Енді не үшін оларды кедей деп жатыр? Олардың Меккеде қалдырып кеткен байлықтары бар емес пе? Енді ол байлықтарын, былайша айтқанда, мүшриктер алып қалды. Талан-таражыға салды, бөліп алды. Бұл мұхажир сахабалардың Алла жолында жасаған құрбандықтары болды. Енді ойлап қараңыз, сіз көп дүние жинап тастағансыз, жағдайыңыз жақсы. Енді Алла жолында хижрат жасауыңыз керек. Меккеден Мадинаға көшуіңіз керек, және көшкен кезде де еш нәрсе алмай көшесіз. Сахабалар солай көшті. Жасырын, тағы да басқа да деген сияқты мүшриктер бір нәрсе алып кетуге оларға мүмкіндік берген жоқ. Сөйтіп олар еш нәрсесіз Мадинаға келді.
Сіз мысалы өміріңіздің жартысын өткіздіңіз, жағдайыңызды жасадыңыз, енді сізге айтылып жатыр, басқа бір елге көшіп барасында бәрін нөлден бастайсың деп жатыр. Бұл оңай нәрсе емес. Бірақ бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сол мұхажир сахабаларының Алла жолында жасаған құрбандықтары болды. Алла жолындағы әлгі Алла разылығы үшін сондай құрбандыққа барды. Және тәпсір ғұламалар айтады, Алла тағала мұхажирлерді кедейлер деп айтып жатыр. Демек, олардың Меккедегі мүліктері болды, олардың мүліктері болмай қалды деді. Неге? Өйткені Мекке фатх етілгеннен кейін, яғни Мекке азат етілгеннен кейін, мұсылмандардың қаласына айналғаннан кейін, мұхажирлер келіп өздерінің дүниесін даулаған жоқ. Яғни менің дүнием еді, мынау менің дүнием еді, бер, пәленше, сен алып қойып едің түгенше кәні деген сияқты. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уа мүшриктер, исламды қабылдады, көбісі уа мүшриктер емес, уа меккеліктер, мынау мұхажир сахабалар Меккеден Мәдинаға хижрат жасаған кезде алып қалған дүниелерін қайтарып беріңдер деген ондай әңгіме болған жоқ. Бұл олардың несі болды? Алла жолындағы құрбандығы болды. Енді сол кедей мұхажирлер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтты: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. Алланың елшісі, ақшасы көп, дүниесі көп байлар бүкіл биік Алланың құзырындағы дәрежелерді, ұлы мақамдарды, тұрақты болған сондай нығметтерді алып кетті. Олар соған ие болып жатыр. Өйткені олар біз намаз оқығандай намаз оқиды, біз ораза ұстағандай ораза ұстайды. وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. Бірақ олардың қосымша тағы да біз жасай алмайтын амалдары бар. Ол қандай амал? Олардың ақшалары бар. Ол сол ақшаларымен қажылық жасайды, умра жасайды, Алла жолында шайқасады, күреске шығады деді. Енді күреске шығу үшін де дайындық керек. Мысалы, сенің бағана шайқасқа дайындайтын атыңның өзі, тағы да басқа да дүниелердің барлығы нені қажет етеді? Қаражатты қажет етеді. Және әскер дайындау үшін де қаражат қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сондай бай сахабалары әскер дайындауға көмектесетін. Кейде бәріне жетпей қалады, білесіздер. Жетпей қалады. Құранда Алла тағала бізге мысал ретінде келтіреді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соғысқа шығатын кезде біреулер келетін болған, көбінесе мұнафиқтар. Я Расулаллах, Алланың елшісі, мынандай жағдай болып жатыр, денсаулығым болмай жатыр, үйде балам ауырып жатыр, тағы да басқа да сондай сылтауларды айтып, мен сіздермен бірге соғысқа шықпай қойсам бола ма деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олардың мұнафиқ екендігін біледі. Я шықпай қойыңдар, жарайды деп оларға рұқсат береді. Енді сөйтіп шықпайтындар бар. Енді екінші біреулері бар. Алла тағала айтады: وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. Енді бір сахабалар келеді. Жағдайлар жоқ. Я Расулаллах, бізде сенімен бірге Алла жолында шайқасқа шыққымыз келеді. Бірақ қолымызда бір қылышымыз жоқ, найзамыз жоқ, мінетін көлігіміз жоқ. Бізге де бір нәрсе тауып берші деп сөйтіп келеді. Алла тағала айтады: бірінші топқа қатысты оларға үзір жоқ дейді. Ал енді мыналарды Алла тағала көріп тұр, өзі бұлардың шықпау үзірлерін Алла тағала қабыл етеді дейді. Саған келіп сөйтіп айтқан кезде сен айтасың дейді: Ла аджиду ма ахмилукум алейх. Көріп тұрсыңдар ғой, бәрі берілді, бәрі таратылды, еш нәрсе жоқ деп сөйтіп айтқан кезде таваллау ва а'юнухум тафиду минад-дам'i хазанан алла яджиду ма юнфиқун. Сонда олардың көздерінен жас ағып кәдімгідей жылап сенің жанынан шығып кетеді деді. Енді бағанағы не дейді, жігіттің қолын жоқтық байлайды дегендей, жоқ, мүмкіндік жоқ. Сонымен жылап Алла елшісінің жанынан Құранда Алла тағала таваллау а'юнухум тафиду минад-дам'i. Тафид деген сөз
Фаядан деген кәдімгі бағана ағыс, қатты ағыс болады, соған айтады, жастары солай ағады дейді. Және қайғырып сенің жаныңнан кетеді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам солар жайында өзінің хадисінде айтады, бір хадисінде. Мәдинада сендердің бауырларың бар дейді, соғыста жүрген сахабаларына. Мәдинада қалған бауырларың бар, сендер қырға шықсаңдар да, сайға түссеңдер де, бағанағы жаулармен қанша шайқассаңдар да, олар сендермен сауапта бірге дейді. Олар сендермен сауапта бірге. Олар мүмкіндігі болмағандықтан шыға алмады дейді. Демек, сіздің ниетіңіз қашан күшті болған кезде, Алла тағала сізге сондай мол сауаптарды ниетіңіз үшін береді. Амалыңызға бермесе де, Алла тағала ниетіңізге береді сіздің. Сол үшін де мұсылман адамның ниеті амалынан қайырлы дейді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалы бір хадисінде айтады, кімде-кім Алладан шынайы шәһидтікті сұрайтын болса, ықыласпен сұрайтын болса, Алла тағала ол өзінің төсегінде жатып қайтыс болса да, оған шәһидтік нәсіп етеді деді. Демек, бұл сіздің бағанағы ниетіңіздің қаншалықты күштілігін көрсетеді және соның маңыздылығын көрсетеді. Енді мына жерде сол сахабалар келіп Алла тағаланың елшісіне, пайғамбарымызға айтып жатыр. Я Расулаллах, о Алланың елшісі, Құранда Алла тағала Алла жолында жарысыңдар деп жатыр. Жақсылықта жарысыңдар деп жатыр. Жарысқымыз келеді. Бай сахабалар бар, ақшасы бар сахабалар бар. Олар бізбен жарысады, біз намаз оқысақ, олар да намаз оқиды. Біз ораза ұстасақ, олар да ораза ұстайды. Бірақ біз олар істей алмайтын нәрсені, істеп жатыр. Олардың мүмкіндігі бар. Олар сол ақшаларымен Алла жолында күресіп жатыр, және садақа беріп жатыр деді. Алла жолында садақа беріп жатыр. Мұсылмандарды көп жағдайларда кәдімгідей қиындықтан, тығырықтан шығарып отырған көптеген сахабалар. Мысалы, Усман радиаллаху анху, білесіздер, әлгі құдықты сатып алып, мұсылмандарға болды енді пайдалана берсін деп берген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Бұдан кейін Усман не істесе де оған зиян жоқ деді. Сондай ұлы сауапқа кенелді. Оны басқа сахабалар естіп жатыр. Олар да солай болғысы келеді. Пайғамбарымызға келіп айтып жатыр: Я Расулаллах, біз қанша жарыссақ та қалып кете береміз. Неге? Өйткені олардың қосымша сондай мүмкіндіктері бар. Осындай қосымша олар дүниелерді істеп жатыр, садақа беріп жатыр, көмектесіп жатыр, қажылық жасап жатыр, умра жасап жатыр деді. Демек, оның барлығы неге келіп тіреледі? Ақшаға келіп тіреледі. Фақал, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға айтты: Ала уаллимукум шей'ан тудрикуна бихи ман сабақакум ва тасбиқуна бихи ман бa'дакум. Сендерге сондай нәрсені үйретейін бе? Сендер онымен сендерден озып кеткендерге жетесіңдер. Және сендерден кейінгілерден, сендермен жарысып жатқандардан озып кетесіңдер. Яғни озып кеткендерге жетесіңдер және жарысып жатқандардан озып кетесіңдер. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. Және солай істеген адам ғана сендерден абзал болады дейді. Қараңыз. Демек, бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай бір үлкен мүмкіндікті айтып жатыр. Енді бәріміздің қолымыздан Алла жолында қаражат жұмсап, көптеп басқаларға көмектесіп, қаржылай дінге пайда келтіру келе бермейді. Мүмкіндіктеріміз шектеулі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді соларға үйретіп жатыр. Сендер осы нәрсені істесеңдер, әлгі ақшасымен сендерден озып кеткендерге жетіп аласыңдар дейді. Және әлгі сендер сияқты жүрген және сендермен жарысып жатқандардан озып кетесіңдер. Сондай-ақ тура осы нәрсені істеген адам ғана және соны артығымен істеген адам ғана сендерден абзал болады. Басқа ісімен сендерден абзал бола алмайды деп жатыр. Сондай үлкен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сауаптың жолын үйретіп жатыр. Ол қандай сауап?
не нәрсе? Қалу бәлә я Расулаллах. Сонда сахабалар, я Алланың елшісі, үйретші бізге сол нәрсені деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға мына жеңіл нәрсені үйретіп жатыр. Тусаббихуна ва тахмадуна ва тукаббируна халфа кулли салатин 33. Әр намаздан кейін 33 рет Аллаға тәсбих айтасыңдар. 33 рет хамд айтасыңдар, альхамдулилля дейсіңдер, мақтау айтасыңдар. Және 33 рет Алланы ұлықтайсыңдар деп жатыр. Алланы ұлықтау, яғни Аллаху акбар деп айту. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ذكرها يقول және Абу Салих ар-Рауи деген осы Абу Хурайрадан естіген осы хадисті жеткізіп жатқан кісі сұралған кезде ол зікір қалай айтады деген кезде Субханаллах вальхамдулиллах валлаху акбар хатта якуна минхунна куллихинна 33. Яғни Субханаллах деп айтады, альхамдулилля деп айтады, Аллаху акбар деп осылай әрқайсысынан 33 реттен айтады деді. 33 реттен айтады. والدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة وهو المال الكثير деп мына имам Науауи ана хадисте келген бір сөзді түсіндіріп кетті. Демек кенеледі. Үлкен сауапқа кенеледі. Сол үшін де бұған мұқият болуымыз керек, оны тастап кетпеуіміз керек. وروينا في صحيح مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال келесі хадисте имам Муслим Кааб ибн Уджра деген сахабадан риуаят етеді. Ол кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Муаққибатун ла яхибу қаилухунна уфаилухун. Яғни муаққибат деген нәрсе бар. Муаққибат деген әр намаздан кейін қайталанатын деген мағынаны білдіреді. Әр намаздан кейін қайталанады деген. Әр намаздан кейін қайталанатын нәрсе бар. Оны істеген адам үмітсіздікке ұшырамайды дейді. Ла яхибу қаилухунна дубура кулли салатин мактуба. Әр парыз етілген намаздан кейін айтқан адам үмітсіздікке түспейді дейді. Ол қандай? 33 тасбиха ва 33 тахмида ва 34 такбира. Мына жерде тағы қосымша бір сан келіп тұр. 33 рет тасбих, 33 рет альхамдулилля деп айту, яғни 33 рет субханалла деп айту, 33 рет альхамдулилля деп айту, және 34 рет Аллаху акбар деп айту дейді. Кім осы нәрсені істейтін болса, ол адам үмітсіздікке түспейді. Яғни Алла тағала оны үмітсіз етпейді. Және осыған қатысты имам Муслим Абу Хурайрадан жеткізеді. Хадис тағы да وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Мағынасы кімде-кім әр парыз намаздан кейін, бұл жерде парыз намаз деген яғни 5 уақыт намаздан кейін 33 рет тасбих айтса, субханалла десе, және 33 рет альхамдулилля десе, 33 рет Аллаху акбар десе, және 99 болды ғой. 100-шісінде ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир десе, ғуфират хатаяху ва ин канат мисла забадил бахр деп. Оның күнәлары теңіздің көбігіндей болса да кешіріледі дейді. Теңіздің көбігіндей болса да кешіріледі. Алла тағала сондай сізге үлкен мүмкіндік беріп тұр. Сол үшін де намаздан кейін зікір айтуды әдетке айналдыру керек. Зікір айтуды ұмытпау керек. Қолдан келгенше осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген зікірлерді, тасбихтерді міндетті түрде айту қажет. Және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан тағы бір дұғасы немесе зікірі,
وروينا في صحيح البخاري في أوائل كتاب الجهاد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. Бұл хадисті имам Бухари жихад кітабының басында келтіреді. Оны пайғамбарымыздан бізге жеткізген сахаба Саад ибн Аби Ваққас. Саад ибн Аби Ваққас деген ұлы сахабалардан бірі. Мынау ислам әлемінің кеңеюіне тікелей атсалысқан, әсіресе Омар радиаллаху анхудың кезінде сондай ұлы сахабалардан. Бізде Саад Ваққас деді ғой, Саад Ваққас деп қысқартып айтқан, сол Саад ибн Аби Ваққас деген бағанағы аттан алынған. Сол кісі айтады: Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалама кана ятауазу дубура салавати бихаулай калимат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаздардан кейін мына сөздерді айтып Алладан пана сұрайтын дейді. Мына сөздерді айтып Алла тағаладан пана сұрайды. Не нәрседен пана сұрайды? Аллахумма инни аузу бика минал жубн. Біріншісі, Алла тағала мені қорқақтықтан сақта дейді. Мені қорқақтықтан сақта дейді. Қорқақтық өзі үлкен дерт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде сендерге басқа үмбеттер тамаққа таласқандай таласады деді. Сендер талайды. Және сондай бір аянышты, ауыр халде боласыңдар деді. Сонда сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайды: Я Расулаллах, не үшін олай болады? Біз сол күні аз боламыз ба, аздықтан ба дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: жоқ дейді, ол аздықтан емес дейді. Сендер аз болғандықтан емес. Сендер ол күні көпсіңдер дейді. Валакиннакум гусака гусаис сайл дейді. Су аққан кезде үстінде көбік сияқты боласыңдар сендер. Яғни салмақтарың жоқ, біреулер боласыңдар дейді. Және жүректеріңе не кірген болады дейді? Жүректеріңе әлсіздік кірген болады дейді. Сонда ол не әлсіздік деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: хуббуд дуня ва карахиятул маут. Дүниені жақсы көру және өлімді жек көру деді. Дүниені жақсы көру, өлімді жек көру. Яғни жүректер дүниеге байланады, жүректер мансапқа байланады, жүректер тағы да басқа да сондай дүниелік ләззаттарға байланады. Сол кезде ол адамда не пайда болады? Ол адамда қорқақтық пайда болады. Ол рызық үшін қорқады, ол мансап үшін қорқады, ол тағы басқа сондай дүниелік дәрежелер үшін, дүниелік ләззаттар үшін қорқады. Сөйтіп оның жүрегіне әлсіздік кіреді. Әлсіздік кіреді. Тура пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздің қазіргі заманды сипаттап жатыр. Біз қазір мұсылмандар санымыз аз ба? Санымыз аз емес біз. 2 миллиардтан асып кеттік. 2 миллиардтан асып кеттік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларын қарайтын болсақ, олардың саны аз еді. Бірақ санаулы жылдарда пайғамбарымыздан кейін әлемнің былайша айтқанда жартысы мұсылмандардың еліне, қаласына айналып, яғни ол жерлерге ислам жетіп барды. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кейбір сахабалары, мысалы 5000 сахаба болып, Халид ибн Валид бастаған 200 000 әскерге төтеп берді. Неге? Өйткені олардың жүректеріне әлгі әлсіздік кірмеген. Біздің жүректерімізге әлсіздік кірген, санымыз көп, сапамыз жоқ. Мысалы қазір таяу шығыста болып жатқан нәрсені қарасаңыз, бүкіл ислам әлемі көріп жатыр ма соны? Көріп отыр. Бір нәрсе істей алды ма? Ешкім еш нәрсе істей алған жоқ. Соның жанында, мысалы мына жерде қырылып жатыр, үстіне үйінің бомба түсіп жатыр. Жандағы көрші мемлекетте, мысалы футбол ойнап, футболға мәз болып, бәрі сол жерде айқайлап, мысалы бір шетелдік футболшылардың фанаты болып, сол жерде сөйтіп жүр. Мұның барлығы осы біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен аянышты халімізді көрсетеді.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін сол нәрседен Алла тағаладан сақта деп пана сұрайтын болған. Ең бірінші Аллахумма инни аузу бика минал жубн. Алла тағала мені қорқақтықтан сақта. Ва аузу бика ан урадда иля арзалил умур. Және мені сондай бір өмірімде аянышты жағдайға түсуден сақта дейді. Аянышты, бейшара болып қалатын жағдайдан сақта дейді. Енді бұны әртүрлі түсінуге болады. Мысалы, өмірдегі түрлі жағдайлар, немесе бір мағынасы қартайған кезде адамның бойынан күш қуат кетеді. Сөйтіп, мысалы, кейбір адамдар айлап жатып қалады. Дәретке өзі шыға алмайды. Оңай нәрсе емес. Бала шағасына кәдімгі жүк болып, ол сонымен рахаттанып жатады дейсіз бе? Сол адам ол жерде рахаттанып жатқан жоқ. Оның өзі қиналып жатыр. Сол үшін де үлкен кісілерден көп естетін дұғамыз, адам үлкейген кезде сол нәрсені де уайымдай бастайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағала сол нәрседен сақта деп бізге үйретіп жатыр. Үлкен кісілер сол нәрсені көп уайымдайды екен. Алла тағала қартайғанда алжытпай, бала шағама мені бір салмақ қылмай, алдыңа, құзырыңа жеңіл, жақсы кетуімді нәсіп ет деп Алла тағаладан сұрайды. Неге? Өйткені оның өзі де қарасаңыз үлкен нығмет екен. Мысалы, 1 жыл жатасыз, 2 жыл жатасыз, солай жатып қалатындар бар. Мысалы, орнынан тұра алмай, мысалы, белден кетіп қалады, аяқтан кетіп қалады деген сияқты. Енді сонша уақыт бойы жатып, мысалы, сол жерде тамақ жеп, сол жерде дәретке барып, оны мысалы біреу балалар тазалайды, енді балалар міндетті тазалайтын шығар, бірақ бәрібір оңай нәрсе емес қой, ол үлкен сынақ қой. Сол үшін де бізде Алла тағала соңымызды хайырлы ет, соңымызды жақсы ет, соңымызды әдемі ет деп Алла тағаладан сұрауымыз керек. Немесе мысалы ақылдан алжып қалады, сөйтіп қайта үйінен қашып кете береді, мысалы үйінен шығып кетеді, бала шағасын танымай қалады. Сондай жағдайлар да өмірде болады. Сол үшін де Алла тағала бәрін орнымен әдемі етіп ала көр деп сұрау керек. Және мені дүниенің фитнасынан сақта деп Пайғамбарымыз сұрайтын болған. Және қабірдің азабынан сақта деп дұға жасайтын болған. Демек Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаздан кейін бағанағы нені сұрайтын болған? Алла қорқақтықтан сақта, сол бағанағы өмірдегі сондай бір ауыр жағдайлардан сақта, дүниенің фитнасынан сақта және қабір азабынан сақта деп дұға жасайтын болған. Және тағы бір хадис Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан дұғаға қатысты келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. Бұл хадисті имам Абу Дауд, имам Тирмизи, Тирмиз деген қала бар ғой Өзбекстанда, сол жерден имам Тирмизи, имам Тирмизи, имам Насаи, осы үш мұхаддис ғұлама өзінің кітабында Абдулла ибн Амрдан келтіреді. Абдулла ибн Амр бұл Амр ибн ал-Ас радиаллаху анхудың баласы. Ани Наби саллаллаху алейхи вассалам қал. Бұлар жалпы жас сахабалардан болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткенде әлгі сахабалар 15, 16, 17 жас болған. Абадила дейді, Абдуллалар. Олар кімдер? Осы Абдулла ибн Амр, яғни Амр радиаллаху анхудың баласы Абдулла, Абдулла ибн Умар, Умардың баласы, Абдулла ибн Аббас. Осылардың барлығын жалпы Абадила дейді, сондай жас сахабалар. Сол кісі айтады, Алла ол кісіге әкесіне разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: Ани Наби саллаллаху алейхи вассалам қал: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. Екі қасиет бар дейді, немесе екі сипат бар дейді. Сол екеуін
мұсылман құл бекем ұстаса, яғни соған берік болса, соны тастамаса, әрдайым істеп жүретін болса, илля дахалал жанна, ол адам жәннатқа кіреді дейді. Хума ясир ва ман я'малу бихима қалил. Ол екеуі жеңіл, бірақ ол екеуімен амал ететіндер аз дейді. Ол екеуі жеңіл, бірақ ол екеуімен амал ететіндер аз. Енді ол қандай нәрсе? Пайғамбарымыз айтады: Юсаббихуллаха та'ала фи дубури кулли салатин 10 ва яхмаду 10 ва юкаббиру 10 фазалика 50 ва 100 бил лисан ва 1500 фил мизан. Әр намаздан кейін 10 рет Аллаға тасбих айтады, 10 рет мақтау айтады, және 10 рет фазалика 50 ва 100 бил лисан. Яғни осы 150 деді. Қалай 150 болды? Яғни 5 уақыт намаз. 5 уақыт намазда сіз әр намаздан кейін 10-нан тасбих айтатын болсаңыз, 50 тасбих болады. 50 мақтау болады, 50 такбир болады. Пайғамбарымыз айтып жатыр: фазалика 50 ва 100 бил лисан. Сіз тілмен осылай 150 рет айтасыз деді. Бірақ 1500 фил мизан. Ал таразыда ол қанша болады? 1500 болады деді. 1500 болады. Неге? Өйткені Алла тағала сіздің әрбір сауапты ісіңізге кемінде 10 сауап жазады. Және одан кейін ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. Және жататын кезде 34 рет Аллаху акбар деп Алланы ұлықтайды, және 33 рет Альхамдулилля дейді, және 33 рет Субханалла деп айтады. Міне осы тілмен 100, ал таразы 100 болды ғой. Яғни 33 қанша болды? 100 болды, ал таразыда ол 1000 болады дейді. Қал Абдулла ибн Амр айтып жатыр: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның солай қолмен санап айтып жатқанын көрдім дейді. Қалу я Расулаллах, о Алланың елшісі деп айтады. Сонда сахабалар сұрап жатыр: Кайфахума ясир ва ман я'малу бихима қалил. Қалайша енді ол аз болса, жеңіл болса, бірақ оны істейтін адамдар аз болады деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр: Я'ти ахадакум, أحدكم يعني الشيطان في منامه يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل يقوله ويأتيه في صلاته. Қалайша аз оны істейтіндер, оған амал ететіндер, шайтан ол адамға ұйқыдан алып келеді де, ұйқыдан айтпай тұрып оны ұйықтатады деді. Айтам деп жатады да, мысалы ұйықтап кетеді, немесе телефон шұқылап жатады да ұйықтап қалады, немесе тағы да басқа да бір нәрсемен айналысып жатып ұйықтап қалады. Сөйтіп бұл нәрсені орындамайды дейді. Орындамайды. Енді бұл жерде орындау дегенде, орындау қандай орындау? Ла юхафизу алейха абдул муслим. Яғни әрдайым орындап жүретін болса дейді. Енді сіз бастап көріңізші осы нәрсені. Мысалы бір күн айтасыз, бір күн бір нәрсе болады да ұйықтап қаласыз, тағы бір күн. Біз тіпті бағанағы кейде ұйқыдан алдыңғы ықыласты 3 рет оқу, фалақты 3 рет оқу, насты 3 рет оқу, мысалы өзімізге дем салу сияқты сондай жеңіл нәрселердің өзін ұмытып кетіп жатамыз, тастап кетіп жатамыз. Сол үшін де Пайғамбар саллаллаху алейхи айтып жатыр: шайтан келіп, демек түрлі осындай әртүрлі нәрсемен адамды азғырады да, сөйтіп ол оны істемейді. Оятихи фи салати, ұйқыдан алдын солай істейді, одан кейін намазында келеді дейді. Фаюзаккируху хаджатан қабла яқулаха. Соны айтпай тұрып, оған бір қажетін есіне түсіреді дейді. Намаздан кейін бірден ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах, ананы істеуім керек еді ғой дейді, тұрады да,
сонымен немесе айтайын деп жатқан кезде телефоннан бір сообщение жіберу керек, немесе тағы да басқа сондай бір нәрсе есіне түсіп кетеді, біреуге звондап жіберу керек, ой есімнен шықпай тұр, звондап қоя салайыншы деген сияқты. Сондай тұрады да, кейін біреумен амандасады, онымен сөйлесіп қалады, сөйтіп не болады, ұмыт болады. Сол үшін де қолдан келгенше намаздан кейін осы дұғаларды, тәсбихтарды, зікірлерді айтып, бәрін орындап болғаннан кейін. Одан кейін тұрсаңыз, өзіңізге жақсы. Неге? Өйткені тұрғаннан кейін бұл анамен амандасасыз, мынамен сөйлесесіз, басқа қыласыз, сөйтіп қалып кетеді. Сол үшін де Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям соны айтып жатыр. Шайтан келеді де, міндетті түрде бір қажетін есіне түсіру шарт емес, әйтеуір солай азғырады, немесе адамдармен сөйлесіп ұмытып кетесіз. Иснадуху сахих, хадистің иснады сахих дейді. Илля анна фихи Ата ибн Саиб ва фихи ихтилафун бисабаби ихтилатih ва қад ашара Айюб ас-Сухтияни иля сиххати хадитихи хаза. Имам Науави ары қарай айтады, бұл хадистің иснады жету жолы сахих дейді, сенімді. Бірақ жалпы иснадында Ата ибн ас-Саиб деген кісі бар. Ол кісі жайында ғұламалардың арасында тартыс бар дейді. Бисабаби ихтилатихи, ихтилат яғни араластырып алу. Бұл мысалы кейбір мұхаддистер қартайған кезде солай араластырып алатын, ауруға ұшырап қалатын болған. Мысалы санаттарды араластырып алады, адамдарды араластырып алады, бір хадистің санатын алады, екінші бір хадиске араластырып жібереді деген сияқты. Енді қартайғаннан кейін болатын дүние. Бірақ имам Айюб ас-Сухтияни бұл хадистің сахих екендігін айтып кеткен дейді. Демек, бұл хадис жалпы сахих хадис. Біз, демек, егер жәннатқа кіруді қаласақ, әрдайым Алла тағаланың зікірінде болуымыз керек. Және тағы да басқа да зікірлер бар екен. Уақытымыз қалған зікірлерді қысқаша тез айтып жіберейік, иншалла, тақырыпты тамамдау үшін. Келесі хадис бұл وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال. Бұл хадисті Абу Дауд, Тирмизи, Насаилер Уқба ибн Амирден жеткізген. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة وفي رواية أبي داود بالمعوذات. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған екі муауизаны, бір риуаятта муауизаттарды деп келеді. Муауизат деген бұл бағана құл аузу немесе құл деп әлгі осы соңғы үш сүре соған айтылады. Соларды намаздан кейін оқуға бұйырды дейді. Сол үшін де фаянбағи яқра'a құл хуаллаху ахад, құл аузу би раббил фалақ ва құл аузу би раббин нас. Әр намаздан кейін тағы да қосымша нені оқу керек екен? Ықыласты оқу керек, фалақты оқу керек және насты оқу керек. Және сондай-ақ тағы бір пайғамбарымыздың айтқан дұғасы وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود والنسائي عن معاذ رضي الله عنه. Бұл хадисті صحيح إسنادпен Абу Дауд, Насаилер Муаз радиаллаху анхуден жеткізген. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху. Сол кісі айтады: «Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ахада биядихи ва қали я Муаз, валлахи инни ла ухиббук». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолынан алып, ва Муаз, қолынан ұстап тұр, ва Муаз, валлахи, Алламен ант ішіп айтамын, инни ла ухиббук, мен сені жақсы көремін деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аузынан бұндай сөз есту деген қандай үлкен нығмет. Сахабаларға Алла тағала нәсіп еткен дүние. Жалпы Алла тағала Құранда айтқандай: «Уассабиқуна ал-аувалуна минал мухаджирин вал ансар». Мухаджирлер және сахабаларды ансарлар деді. Бірі Меккеден келгендер, екіншілер соны күтіп алғандар. Мухаджирлер және ансарлар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары. Енді ол екеуінен болу бізге бұйырған жоқ, бізбен сізге бұйырған жоқ. Бірақ Алла тағала жалғасында «Уаллазина аттабаухум би ихсан», және соларға ізгілікті ергендер деді. Демек, үшінші жол бар, ол соларға еру. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Муаз радиаллаху анхуға айтып жатыр: «Я Муаз, валлахи инни ла ухиббук». Ва Муаз, валлахи, Алламен ант ішіп айтамын, мен сені жақсы көремін.
Фақала усика я Муаз. Артынша пайғамбарымыз айтып жатыр, саған өсиет етемін уа Муаз деді. Пайғамбарымыз тек қана Муазға емес, бұны бүкіл үмбетіне айтып жатыр Муаз арқылы. Ла тадағанна фи дубури кулли салатин тақул. Әр намазың соңында Аллахума айни аля зикрика ва шукрика ва хусни айбадатик деп айтуды ұмытпа дейді. Алла тағала сені зікір етуге, саған шүкір етуге және көркем түрде құлшылық жасауға маған жәрдем бер деп осылай айтуды намаздан кейін тастама дейді. Және келесі пайғамбарымыздың айтқан дұғасы وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال. Бұны имам ибн Сунни Анас ибн Малик радиаллаху анхуден жеткізген, пайғамбарымыздың қызметшісі болған сахаба. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазын тамамдаған кезде маңдайын оң қолымен сүртетін еді. Сосын ثم قال кейін айтатын еді дейді. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن والحزن. أشهد أن لا إله إلا الله. Мағынасы түсінікті. Алладан басқа мейірімді, рахымды Алладан басқа Құдайдың жоқтығына куәлік етемін. Алла тағала менен уайым қайғыны кетір деп осы дұғаны айтатын болған. Және وروينا فيه إمام ابن السني تغدا أبو أمامة رضي الله عنه يتكزجن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қашан парыз немесе нәпіл намаздан кейін жақындасам, ол кісінің мына сөзді айтып жатқанын еститін едім деді. Ол қандай сөз? Аллахумма фирли зунуби ва хатаяя كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق. Алла тағала менің күнәларымды, қателіктерімді кешір. Менің күнәларымның, қателіктерімнің барлығын кешір. Алла тағала мені тура жолға, жақсы ақлаққа баста. Иннаху ла яхди ли салихиха ва ла ясрифу саййиха илля ант. Мінез құлықтың жаманынан сенен басқа ешкім ұзақ таппайды, жақсысына сенен басқа ешкім бастамайды. Алла тағала мені мінез құлықтың жақсысына баста деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға жасайтын болған. Және сондай-ақ имам ибн Сунни тағы да риуаят етеді. وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Бұл хадисті Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху жеткізеді. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазын тамамдаса لا أدري قبل يسلم أو بعد يسلم يقول. Мына жерде ортасында мынандай сөз келіпті. Сәлем беруден алдым ба немесе кейін бе білмеймін деп. Енді бұны риуаят етуші адам нақтылап алмаған, сол үшін осы сөзді келтіріп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтатын еді деді. Бірақ басқа ғұламалар жалпы намаздан кейін деп айтады. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين деп. Біз Құранның оқығаннан кейін айтатын бар ғой, соны айтатын еді дейді. Және тағы бір пайғамбарымыздан келген зікір намаздан кейін айтылған. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه قال. إمام ابن السني أنس رضي الله عنه жеткізген. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазын тамамдаса айтатын еді. Аллахумма джал хайра умури ахираху ва хайра амали хаватимаху ва джал хайра айями яума алқак. Алла тағала менің өмірімнің ең хайырлысын соңғысы ете көр. Және амалымның ең хайырлысын соңғысы ете көр. Яғни соңғы амалымды ең хайырлы амал ете көр. Және күндерімнің ең хайырлысын семен жолығатын күн ет деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға жасайтын болған. Демек, бұл жерде біз нені түсінеміз? Амалдар соңғысымен есептеледі. Яғни соңғысы өте маңызды. Соңғы жағы қалай болады? Басы емес, соңы маңызды. Басында керемет басталуы мүмкін, бірақ соңы дұрыс болмауы мүмкін. Мысалы, намаздың өзінде де намазды бастаған қанша бауырларымыз айтады, намаз бастаған кезде ерекше ықыласпен оқитын едім дейді. Кейін уақытта өте келе сол сезім кетіп қалды дейді. Жалпы адам өзі кітаптарда келеді ғой, кім қалай
қайтыс болса солай тіріледі деді. Кім қалай қайтыс болса солай тіріледі деді. Енді жалпы адам жақсы өмір сүріп жүріп соңында жаман өліммен өліп кетпейді. Немесе енді Алла тағала хидаятқа бастап, Алла тағала біреуді хидаятқа бастап, мысалы жаман жолмен жүріп, кейін хидаят тауып, соңында жақсы болып өлуі мүмкін. Бірақ адам жақсы өмір сүріп жүріп, соңында адасып өліп кетпейді. Ол адасып өліп кетсе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтады, бір адам адамдардың көзінше, немесе адамдардың көзінде жәннаттық болған адамдардың амалын істеп жүреді дейді. Адамдардың көзінде деп жатыр. Демек, оның ішінде бір жасырынған бір нәрсесі бар. Бір дұрыс емес бір нәрсесі бар. Кейін Алла тағала соны шығарады, сөйтіп оның жаман жағы көрінеді. Ал бірақ сіз жақсы нәрсе істеп жүрсіз, құлшылық істеп жүрсіз. Алла тағала оны қабыл етті. Алла тағала қабыл етсе, не дейді? وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Тура жолға түскендердің Алла тағала тағы да туралығын арттырады дейді. Туралығын арттырады. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Біздің жолымызда әрекет еткендерді біз тура жолға салып қоямыз дейді. Сол үшін де бағанағы кім қалай өлсе солай тіріледі дегенге қатысты тағы бір ереже бар қосымша. Кім қалай өмір сүрсе, солай өледі. Кім қалай өлсе солай тіріледі дейді. Солай тіріледі. Сол үшін де, яғни жалпы, егер сіз тура жолда болсаңыз, Алладан әрдайым хидаят сұрап жүрсеңіз, Алла тағала амалдарыңызды қабыл етіп, сіздің дәрежеңізді арттырып жатса, өміріңіздің соңында сізді адастырып қоймайды. Ал бірақ жалпы негізгі ереже, мына жерде хадистен алынатын, ол амалдың соңғысы маңыздысы. Сіз қанша жақсы амал жасап жүріп, бірақ соңында дұрыс емес жасайтын болсаңыз, немесе дұрыс, енді мысалы күнәға түсіп кеткен адам жарайды, ол жерде күнәһар Құдайдың алдына барғанда кешіріледі деген ереже бар. Ал бірақ мысалы бір адам өмір бойы намаз оқып жүрді, құлшылық жасап жүрді, өмірінің соңында діннен бас тартты делік. Сөйтіп қайтыс болды. Енді ол Құдайдың алдына кім болып барады? Мысалы мына жерде 50 жылдық стажы бар құлшылықта. Мысалы соңғы бір аптасы делік. Мысалы, үлкен бір сынаққа ұшырады да, сынып қалды. Морально сынып қалды да, Құдай, мен сонша жыл саған құлшылық жасап жүретін, қайдасың сен, неге маған көмектеспейсің деді де, Құдайға қатысты күмәнға түсті, Құдай бар ма өзі жоқ па деп, мысалы сөйтті де өліп кетті. Енді ол Құдайдың алдына барған кезде оның 50 жылдық стажы есептеле ме? Есептелмейді. Неге? Өйткені Құдайға серік қоссаң, яғни күпірлік жасасаң, діннен шықсаң, амалың күйіп кетеді дейді. Болды, оның амалың барлығы жойылып кетеді. Ол Құдайдың алдына кім болып барады? Құдайдың алдына кәпір болып барады. Демек, есептелетін нәрсе ол сіздің соңғы жағыңыз. Соңғысы. Басы емес. Сол үшін де имам Құртубидің айтқан жақсы сөзі бар. Шайтан дейді, ібліс. Басында періштелердің арасында жүрді ғой. Періштелермен бірге құлшылық жасап жүрді. Адамға сәжде етіңдер деген кезде солардың арасында болды. Имам Құртуби айтады, ібліс жәннатта періштелердің арасында жүрген кезде Алла тағала оны жек көрді дейді. Ал Омар радиаллаху анху кәпір болып жүрген кезінде Алла тағала оны жақсы көрді дейді. Неге? Өйткені амалдар соңғысымен есептеледі дейді. Шайтан белгілі кім болғаны кейін. Омар радиаллаху анху кейін кім болғаны белгілі. Басында мысалы қатты болды, кәпір болды, бірақ кейін исламды қабылдап, үмбеттің абзал адамдардың біріне айналды. Сол үшін де Алла тағаладан біз Алла тағала ісімнің соңын хайырлы ет, амалымның соңын хайырлы ет деп Алла тағаладан әрдайым сұрауымыз керек. Және
күндеріміздің ішіндегі ең бақыттысын сенімен жолығатын күн еді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осылай сұрайтын болған. және тағы бір дұғасы пайғамбарымыздың وروينا فيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаздан кейін айтатын еді дейді. Абу Бакра деген сахаба Ибн Сунниден келетін хадисте Аллахума инни аузу бика минал куфри вал фақри ва азабил қабр. Алла тағала мені күпірліктен сақта, кедейліктен сақта және қабір азабынан сақта деп дұға жасайтын болған. Енді күпірлік түсінікті, кедейлік деген енді бірінші кезекте кедейлік деген кезде жалпы бұл жүректің кедейлігі, көңілдің кедейлігі айтылады. Демек қанағат жоқ. Қанағат жоқ. Қанағат жоқ адам қанша бай болса да ішінде, жан дүниесінде кедей болып қала береді. Неге? Өйткені оның көңілінде, жүрегінде шүкіршілік жоқ. Сол үшін де кедейліктің ең үлкені бұл жүректің, көңілдің кедейлігі. Одан кейін жалпы материалдық кедейлікте мақсат етіле ме? Иә, ол да мақсат етіледі. Ол да мақсат етіледі. Және азабил қабр, қабір азабынан сақта деді. Енді жалпы біздің дінімізде бұл әңгіме ұзақтау, енді ақша мәселесіне қатысты, дүние мәселесіне қатысты. Біздің дініміз дүние деген жаман нәрсе, дүниені тастаңдар, дүниеден аулақ болыңдар демейді. Дүниені қолыңда ұста, жүрегіңе кірмесін дейді. Бірақ сол дүниемен адам қанша жақсылық жасай алады. Көптеген діндегі амалдарды қарайтын болсаңыз, осы қаражат мәселесіне келіп тіреледі. Мысалы, зекетті кім береді? Ақшасы бар адам береді. Қажылыққа кім барады? Ақшасы бар адам барады. Мысалы, шәкірт оқу кім оқытады? Оқыталады. Соған жағдай жасай алады. Ақшасы бар адам. Медресені кім салады? Мешітті кім салады? Көпірді кім салады? Жетім жесірге кім көмектеседі? Қарайтын болсаңыз, барлығы қаражатқа келіп тірелетін дүние. Сол үшін де енді жалпы Алла тағаладан дүниені хайырмен сұрау бұл дінімізде тыйым салынған тірлік емес, іс емес. Және соңғысы имам Науауи айтады: وروينا فيه بإسناد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Имам Ибн Сунни Фудала ибн Убайд деген сахабадан, бірақ бұның иснады даиф иснадпен келтірген дейді. Ида салла ахадукум, бұл жерде сала сөзі дұға мағынасында келген. Егер сендердің бірің дұға жасасаңдар, фальябда битахмидиллахи та'ала ва санаи алейхи, thumma yusalli ala наби саллаллаху алейхи вассалам, thumma yad'у бима ша. Қайсы бір адам дұға жасайтын болса, бірінші Аллаға мақтау айтсын дейді. Кейін пайғамбарға салауат айтсын, сосын дұғасын жасасын деді. Сосын дұғасын жасасын. Енді бұған қатысты келген хадис даиф, пайғамбарымыздан тікелей келген. Бірақ жалпы ғұламаларымыздың барлығы дұға әдебіне қатысты осы сөзді айтады. Дұға әдебіне қатысты осы сөзді айтады. Дұға жасайтын кезде бірінші Аллаға мақтау айтыңыз дейді. Кейін пайғамбарға салауат айтыңыз, сосын дұғаңызды жасаңыз. Және одан кейін соңын қайтадан Аллаға мақтау, пайғамбарға салауатпен бітіріңіз дейді. Басында Аллаға мақтау, пайғамбарға салауат, дұға, мақтау, салауат. Неге? Өйткені Алла тағала өзін мақтаған кезде, пайғамбарға салауат айтқан кезде оны міндетті түрде қабыл етеді дейді. Міндетті түрде қабыл етеді. Енді екі жағын қабыл етіп, сіз басында Аллаға мақтау, пайғамбарға салауат айттыңыз, соңында Аллаға мақтау, пайғамбарға салауат айттыңыз. Алла тағала екі жағын қабыл етіп, ортасын тастап қоймайды деді. Сіз дұғаңыз қабыл болуға лайық адам емес шығарсыз, күнәларыңыз көп шығар, бірақ сол Аллаға мақтау айтқан мақтауыңыздың, салауатыңыздың арқасында, соның құрметіне, соның шарапатына Алла тағала сіздің дұғаңызды да ортасында қабыл етіп жібереді. Яғни сол екеуіне қыстырылып кетеді, арасында сөйтіп иншалла қабыл болады. Сол үшін де жалпы дұғаны солай Аллаға мақтау, пайғамбарға салауатпен, және соңында бітіретін кезде де Аллаға мақтау, пайғамбарға салауат айтып бітірсеңіз. Мысалы, қолыңыз жаясыда Алхамдулиллахи раббил аламин, уассалату уассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ары қарай Аллахумма мысалы Раббана деп дұғаңызды жасап болғаннан кейін соңында қайтадан Алхамдулиллахи раббил аламин, уассалату уассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Аллаху акбар десеңіз, иншалла дұғаңыз қабыл болады. Бұл жалпы намаздан кейін пайғамбарымыз айтқан дұғаларға қатысты келген хадистер. Енді келесі бабымыз бұл таң намазынан кейін Алланы көп зікір етуге қызықтыру деген тақырып екен.
Алла насip етсе, оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла тағала баршамызға пайдалы білім насip етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын насip етсін. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.